ернімді бояйын деп едім. Сосын маған соңғы кезде айттым, личкама да жазады. Қыздар қосылайыққа бар, онда бір болайыққа бар деп. Достар, мен ше айтайын, мен бармаймын ояққа. Оның арасына ойым кетіп қалады, енді барайын ба деп. Сосын ойлаймын да, ана Айзамен кеше Айгерім ба біреуін төбелескен көріп жүрегім жағам ұшып кетті. Айза айтты оған, я тебя порву деді ғой біреуге. Я тебя порву деген мен сені жыртамын деген, ол құрсын масқара қорған. Мен киімді жыртамын, ол киім деген біреуден алып отырған киім. Мен бірақ кетерейде өзіме түсіріп жүрген киімдерім өзі азаққа құрсын. Олар жаман төбелеседі екен, еще жаймен келіп ұрады екен ғой, масқара. Мен ондайдан қорқамын. Ол жерде Шақкерім көріп отыр, әйтеуір Шақкерім айырып алып, ана пәленше Айзаң шығып кетті деп айтатын шығар. Ал ана ішкі жақта алып шым төбелессек масқара боламыз ғой, масқара. Мен айтып отырмын, денем дәу болғанмен ондай бір ұрыс-бұрыстардан жеңіліп қаламын, өйткені жылап қаламын, сосын сөзімді дұрыс айтамай қаламын. Бірақ қыздар шілей қыздар болады, құрсын қасқырдай бүйтіп жыламайды, көздерінен бір сөз ақбет күшті қылып айтатын ше. Сол масқара болатын сияқты іліп отырмын да. Ол жақта да бір баратын бір соска жігіт жоқ қой. Айтыңызшы, кім бар? Сәкен ба? Сәкен ба? Серік па? Кеше ана Айбек деген қыздың баратыны. Масқара, мен ыдыс жуып жатсам да саған көмектеспеймін деп қойды. Онда сен не керегің бар, в общем? Қоя берші, олардың маған дым қатысы жоқ, не қиналып отырмын. Мен біреуге барып не болмаймын. Атнечам. Не дейді? Біреуге үміткер болмаймын, мен қатысушы болып барам, келіндер айналайын дедім, ешқайсының жүрегін жаулап сындыратын жағдайым жоқ. Мен сындыруларың керексің, мен орнымнан тұрмаймын атак. Мен таңдасам деген андай болады, істеймін. Өзі арық, өзі сұлу, бірақ мені ертең ұзатылып жатқан кезде көтере алатын жігіт керек деймін. Сол жерде тексеріп көреміз. Фейс-контрольде өтіп жатсаңдар ше, сондай қылады. Ойбай, көтермей кіргізіп аламын деп тұрсам, машинаның жоқ, көтересіңдер. Аяулы, ақ көңіл бір бәле бір гүлесің дегенде, мен бір гүлге ұқсаймын ба? Мен бір талға ұқсаймын ғой, бір дәу талшы. Сондайға. Сондай музыкамен кетіп жатасың ғой енді. Сөзі көтеретін жігіт керек деп айтамын. Шақкерміз айтам айналайын. Көтеретін жігіт шақырыңдар кіретін кезде деймін есіктен. Бірақ арық болу керек деймін, денелісі керек емес. Арық, бірақ сұлу, бірақ ішкі дүниеден мужественный жігіттер olur, мен сені көтеріп аламын деймін. Бұл сондай керек, ұзату кезде көтерсе болды, сол критерийден өтсеңдер болды, мен қабылдай беремін, любой.